қайырлы күн. Бүгін сіздермен ішек ауруларының белгілері туралы айтқым келіп отыр. Ең бірінші белгісі ол дефекация бұзылысы болып табылады. Яғни дефекация бұзылысы дегеніміз ол ішек үлкен дәреттің жиілігі мен реттілігінің бұзылысы. Бұған іш қату мен іш өтіп жатады. Яғни бұл кезде дәреттің консистенциясы бұзылады және жиілігі бұзылуы мүмкін. Сізде үлкен дәретте өзгеріс бар екенін білу үшін сіз қалыптыда үлкен дәрет қандай болу керек екенін білуіңіз керек. Ол өткен видеолардан үлкен дәреттің қалыптыда қандай болу керек, консистенциясы қандай, күніне қанша рет болу керектігі туралы өткен видеолардан біле аласыздар. Үлкен дәреттің пішінсіз немесе өте қатты болуы ол үлкен дәреттің бұзылысы. Яғни ол бізде дәретханаға барған кезде дискомфорт, өте жайсыз сезінуімізге алып келеді адамның. Және де бұл симптомдар бір апта, өте ұзақ уақытқа сақталса, бір апта, бір ай, бір жыл немесе одан да көп уақытқа созылатын болса, онда бұл симптомдарға ерекше мән берген жөн. Бұл симптомдардың барлығы ішектің жиырылуының, моторикалық қызметінің жиырылуы, реттілігі барлығы осы қызметтерінің бұзылысымен сәйкес келеді. Кейбір аурулар кезінде біз дәретіміздің түсінің өзгергенін байқаймыз. Ақшыл түсті болуы мүмкін, немесе түгелдей ақ түсті болуы мүмкін, өте қоңыр түсті болуы мүмкін, немесе қара түсті болуы мүмкін. Қара түсті нәжіс үлкен дәрет болатын болса, онда бізде тамақтанудағы кейде қалыпты жағдайда кейбір тамақтарды қолданған кезде, көп мөлшерде қолданған кезде дәретіміздің түсі өзгеріп қара түске жақын түс болуы мүмкін. Мысалы, қызылшаны көп қолданған кезде дәретіміздің түсі өзгереді. Және де кейбір дәрілік препараттарды, соның ішінде темір препараттарын, висмут препараттарын қолданған кезде біздің дәретіміздің түсі өзгереді. Басқалай себептері жоқ жағдайда үлкен дәреттен қара түсті болуы ол асқазан ішек жолдарынан қан кетуді көрсетеді. Егер де дәретіміздің түсі өзгеретін болса, онда ол ары қарай қосымша тексерілуді, маманға баруды, яғни дәрігер маманына барып, қосымша тексеруден өткізуді, ары қарай мүмкін ем алуды қажет етуі мүмкін. Себебі дәрет түсінің өзгеруі кейбір аурулардың белгісі болуы мүмкін. Қиын ауыр аурулардың белгісі болуы мүмкін. Өмірге қауіп төндіретін аурулардың белгісі болуы мүмкін. Сол себепті маманға барып тексерілгеніңіз жөн. Үлкен дәретте өткір, жағымсыз иістің пайда болуы ол ішекте ас қорытылудың бұзылысын, мұндағы аурулардың белгісін көрсетуі мүмкін. Сонымен қатар унитазда жағылған іздер қалатын болса, ол да осындай бір аурулардың белгілерінен болуы мүмкін. Үлкен дәретте патологиялық қоспалар дейміз, яғни патологиялық қоспаларға қан, кілегей, шырыш осылар жатады. Ірің сияқты. Олар егер де үлкен дәретте қан түйіршіктері, қан, қызыл түсті қан білінетін болса, онда біз міндетті түрде, шұғыл түрде дәрігер маманына қаралғанымыз жөн болады. Себебі үлкен дәретте қан түйіршіктері, қан талшықтары, қан өзі түгелмен болмау керек. Қан ол қан тамырларымен жүруі керек. Үлкен дәретте ол мүлдем болмауы керек. Және бұл мұндай жағдай кезде қан кету көзін анықтап алғанымыз жөн. Және де патологиялық қоспалар, кілегей, шырыш, ірің аралас болса да үлкен дәретімізде оған мұқият түрде мән бергеніміз жөн болады. Ішек ауруларының тағы да бір белгісі не? Іш кебу, метеоризм, желденіп кету дейміз. Құрылдап, шырылдап дауыстар шығару ішекте. Осының бәрі де ішек ауруларының белгілерінен болуы мүмкін. Бұл ішекте газдардың көптеп түзілуінен, жиналып қалуынан болады. Бұл көбінесе синдром избыточного бактериального роста деп айтамыз. Яғни бұнда
бактериялардың ішектегі бізде қалыптыда өмір сүретін бактериялардың сандық және сапалық өзгерістерінен болады. Бірақ бұл жағдай барлық жағдайда емес, себебі көп жағдайда деп айттық, ішектің моторикасының жиырылу қызметінің бұзылыстары кезінде де мұндай жағдайды байқауға болады. Бұл да тексерісті әрі қарай маманға жүгінуді талап етеді. Егер де видео пост ұнаса, және лайк қойыңыздар, және әрі қарай комментарий жазып қосымша сұрақтарыңыз болса төменге қалдыруларыңызға болады. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Рахмет.